Бәріне сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода өте дәмді әрі тез дайындалатын, құрамы жеңіл болып шығатын капустадан салат дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен өзімізге қажетті капустамызды тазалап, ұсақтап, яғни соломка етіп турап алып ыдысымызға салып алатын боламыз. Оның үстінен суға піскен 2 жұмыртқамызды тазалап, сарысы мен ағын бір-бірінен ажыратып алатын боламыз. Сарысын ыдысымызға салып, шетке қойып қоямыз. Ағын өзімізге қажетті етіп турап алатын боламыз. Содан соң ыдысымызға жұмыртқаның ағын салып, келесі бір қиярымызды тазалап, өзімізге қажетті етіп турап, ыдысымызға салып алатын боламыз. Оның үстінен өзіміздің қажетімізге қарай, өз қалауымызға қарай укроп, петрушканы тазалап, жуып, майдалап, турап алып, ыдысымызға салатымыздың үстінен салып алатын боламыз. Келесі салатымыздың үстінен салатын соус дайындап алатын боламыз. 2 жұмыртқаның сарысын вилканың көмегімен майдалап езіп, үстінен майонез салып, дәміне қарай тұз салып, қара бұрыш салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің соусымыз дайын. Дайын салатымыздың үстінен соусымызды салып, дәміне қарай кішкене тұз салып, барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң салатымыздың үстінен 2 ас қасық оливковый масло салатқа арналған, немесе сұйық майымызды да құйсақ болады. Көріп тұрғандарыңыздай біздің өте тез дайындалатын салатымыз дайын. Дайындап көріңіздер. Егер де видео рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Тағы да көптеген рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Ас болсын!